кең дала ТВ. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар құрметті Кең дала YouTube телеарнасының көрермендері. Қымбатты достар, естеріңізге сала кетейін, егер де біздің каналымыз қызық болса, бізге лайықты басып, бізге тіркеліңіздер және де комментарийде өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл бізге өте маңызды және де күшті қолдау болады. Ал енді құрметті достар, сіздерге бүгінгі біздің қонағымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Егер де естеріңізде болса, осы мына бейненің алдындағы біз шығарған бейнеде біз Кең дала редакциясы, ол мен, Ержан Мұқаш, журналист, және де менің әріптесім журналист Ерзат Серғазин, осы біздің Қазақстанның спорттың дамуына өздерінің зор үлес қосқан ұлы тұлғалар, яғни маңызды біздің азаматтарымыздың тізімін жариялағанбыз. Осы бейнеге сипаттамада сіздер сілтемеден көруге болады. Сол тізімге кірген ұлы тұлғалардың бірі бүгінгі біздің қонағымыз, ол еліміздің ММА промоушының аталары десек те болады. Тұңғыш еліміздің ММА промоушны, яғни Алаш Прайдтың негізі қалаушысы, құрметті президенті, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Мәжілісінің парламентінің депутаты, және де еркін күрестен спорт шебері Данияр Алдабергенұлы мырза Қасқарау бүгінгі қонағымыз. Данияр мырза, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Рахмет. Ең бірінші сұрағым сізге, Данияр мырза, осы 2011 жылы Алаш Прайд промоушнды сіздер ресми түрде тіркедіңіз, бірақ бір жыл бұрын 2010 жылы бастағансыз. Осыған қалай келдіңіз? Соны айтпасаңыз, ең басын. Бұл ойда жоқ жерден бастадық деп айтуға болады. 2010 жылдары қасымда жолдас жігіт бастаған. Енді басында жоспар ойлағандай басқа еді жоспар негізгі. Мен өзім еркін күрестен келгеннен кейін, менің мақсатым еркін күрес жағына қатты қызығушылық болған. Бірақ сол кездерде осы жекпе-жектің бір шеті осы бізге де жетіп жатқан кездер. Сол кезде басы басталып, жігіттер құралып, одан кейін келген жігіттердің көзбен көргеннен кейін бұны дұрыстап қолға алу қажет. Бұны бастағаннан кейін аяғында бір нәтижеге жету керек деген оймен 2011 жылы заңды түрде тіркеп, атын ақылдасып бірге осындай Алаш Прайд деп қойайық, әлемге танымал болайық. Нені жұмыс бастасақ та, үлкен енді сол кездегі армандары жігіттердің, қазірде армандары UFC енді ең шыңы ғой, осы кәсіби спорттың, ММА-ның. Сол мақсатпен басында клуб боп құрылдық, кәсіби клуб боп. Жігіттердің біразы жан-жақтан келіп, жиналып, бізге ол кезде кіру өте қиын, қызығушылықтар көп, тек қана сол бір бойында бір қасиеті бар, қабілеті бар, алдына қойған мақсат, арманы бар жігіттерді ғана біз алдық, себебі бәріне мүмкіндік беру мүмкін емес. Сол себептен сөйтіп басталды. Кейіннен енді жігіттерге жарыс керек, рейтинг жинау керек, тәжірибе алмасу керек. Сол себептен амал жоқ. Осындай бізге дейін де жарыстар болып жатты, дегенмен де осындай уақытында жиі өткізіп тұруға, кәдімгідей өзіңіз білесіз ғой, жаңағыдай төрешілердің әділетсіздігі, әртүрлі дау-дамайлар болып жатады. Болмаса жаңағыдай салмақтары сай келмейді деген сияқты. Әрбір спорттың өзінің ішіндегі нелері бар, тәртіптері бар. Соны біз халықаралық осы стандарттарға сай бәрін нормасын егер қабылдай білсек, өзіміздің жігіттердің жеңілісін де дұрыс өткізе білсек, бізге сыртқы көзқарас түзу болады. Бұл біріншіден спорт болғаннан кейін спорт ең бірінші әділдікті қалайды, ашықтықты қалайды. Сол себептен біз ашық, әділ өткізуге тырыстық. Сол себептен бізге көрші елдерден, ТМД елдерінен, осы Қырғызстан, Өзбекстан сияқты спортшылары ағылып, осы орталық Азиядағы біз былайша айтқанда Алаш Прайд сол кездегі бір естеріңізде болса, сол кезде енді шынымен де
М1-ді ғана бәрі білетін. Сол кезде жаңадан Ресейде Fight Nights құрылып жатты. Солармен қатарласып бізде Қазақстанда осы Алашбай лигасы құрылды. Данияр аға, енді қанша осы 15 жылдың ішінде қанша елімізде промоушндар болды. Енді сізді 15 жылдың ішінде қанша қиыншылық көрдіңіз? Олимпиада спорт түрлеріне үкімет ақша бөлінсе, то ММА-ға онша енді үкіметке қызық еместі. И демеушілер, меценаттар көмектесті. Сол қандай қиыншылық болды? И болды ма сондай? Все, уже шаршадық, жабамыз, енді басқа немен айналысайық деп. Сондай сұрақ қойсам. Жалпы бұны бастаған кезде білдік, оңай болмайтын, бұл өте үлкен жұмыс. Ол жерде тек қана финанс жағынан, қаржы жағынан ғана қиындық емес, ол кездерде жалпы осы жекпе-жекке деген көзқарас. Енді бұл жерде бәрі әрбір ауылдан келген жігіттер, көбісі намаз оқиды, ол кезде жаңа сақал қояды. Соған осы төбелес спорты деген атына да ол кезде жаңағыдай бой без правила дейтін, ережесіз деп. Бірақ бұл жерде кейін аралас жекпе-жек, өзінің ережелері бар. Осы спорт енді ары қарап, бері қарап, әртүрлі көп сындар айтылады әр жерде. Бұл дұрыс спорт емес, бұл өте қатал спорт деп. Шынымен де мүмкін күресіміз дұрыс па, енді өзіміздің үйреніп қалған бокс дұрыс па, олимпиадалық спорт, болашағы олимпиада деген сияқты. Дегенмен әлемде бұл спорт қатты дамып жатты. Біздің жігіттердің енді бәрін өзіміз шешпедім, қарап, сөздерін тыңдап, көздеріне қарап дегенде, олардың армандары өте үлкен болды. Соған қарап, әлемде қатты бұл спортқа қызығушылықтың бар екенін көрдік. Себебі біздің алғашқы жарыстардан ақ Қазақстанда бірден бұған көзқарас ерекше болды. Сол себептен енді қиыншылықтардың бірі жаңа алдағы уақытта енді жақсы нәтижелер көрсетіп жатсақ, өзінің ережесімен, тәртібімен, бұның спорт екенін көрсетсек, бұның да өзінің орны мен идеологиясы бар екенін, жастар қатты қызығатын, сол кезде мүмкін бір мемлекет енді кәсіби спортты қолдамаса да бізде жаңа конфедерация деген болды. Енді бізде үлкен жаңағыдай кәсіпкерлер бар деген сияқты. Мүмкін алдағы уақытта бұны жоғарғы деңгейде бір дамытсақ деген ой болды. Дәл сол кезде өзімнің де жұмысым да жақсы, қызметім де жүріп жатқан кез, өзімнің сол қаражатымен былайша айтқанда басы бәрі жақсы жүріп келді, бірақ бұл қайтарымы жоқ, бітпейтін шығын бола берген. Ол кішкентай біз сияқты орта кіші кәсіпкерлер емес, үлкен кәсіпкерлердің өзіне де бұл қалтасына қатты тиетін спорттың түрі. Бұны ең бірінші түсіну керек, бұны жақсы көру керек, сол кезде ғана дамытуға болады. Сол себептен енді біз ішінде өзіміз сол ішінен шыққаннан кейін, осыны түсінетін болғаннан кейін, көзді жұмып, ештеңеге қарамай, ең бастысы қоғам қабылдады, халық жақсы қабылдады, сұраныс көп, жарыстарды асыға күтіп отыратын еді. Біздің жігіттер әр жекпе-жектерінде ерекше бір халыққа көңіл күй сыйлап, өздерінің ерекше бір шоу программаларын өмір көрмеген, ол кәсіби спортты тек қана көз түйістіру дегендерді осы бір жаңағыдай үлкен магазин, мегацентрларға келіп, халық қалың жиналып, сондай енді жабу керек деген сәттер де болды. Әрине, бұны енді қалай енді алып жүру қиын болған кездер болды. Енді кез келген жұмысты алғаннан кейін бәрі жаңағыдай дұрыс жүрсе деп ойлайсың ғой енді. Бір шеті бар, бір шеті жоқ, жартысы бар, жартысы жоқ болып жүргеннен көрі, или бар болып жүру керек, или тоқтату керек деген сәттер де келді. Дегенмен енді жігіттер елге танымал болып қалды, көзге түсіп, әлемдік ареналарда көзге түсе бастады. Үлкен әлемдік лигалардан контрактылар түсе бастады. Содан кейін енді бұны тастауға болмайды екен. Енді бұны не болса да шыдау керек, қолдан келгенше көтеру керек деп, адам қиналған кезде әртүрлі жолдарын табады. Сөйтіп
біз жаңағыдай экономикалық жағынан жаңағыдай кішігірім былайша айтқанда мына қаскелеңге дейін барып қаскелеңде өткізіп жүрген кездер болды, кішігірім жарыстар, селекшн деп қоямыз, жаңағы отбор деген сияқты. Ол жерде де енді ағылып жан жақтан ол кезде жарыс бұндай әділ, жақсы, стабильный өтетін жарыстар жоқ болғаннан кейін бәрі бізге қарай келетін. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан орталық болды. Шынымен де көп мықты спортшылар, әртүрлі спорт түрлері бар. Біреу каратэден әлем чемпионы, біреу таэквондодан, қызық қой енді, біреу дзюдодан. Сол сияқты әрбір спортшылар жан жақтан келіп, бір күнде жаңағыдай 8 спортшы бір күнде чемпион болу керек. 8 спортшының ішінен гран-при восьмерка деп аталады. Сондай жекпе-жектерде мысалы Асу Алмабаев шықты бірінші жекпе-жектен. Ол жерден Муин Гафуров деген Тәжікстан спортшысы қазір UFC-ға кірді мысалы. Сол жерден бірінші рет бастаған спортшылар, көптеген спортшылар айтып жатты. Мысалы Қаршыға Даутбек қазір Жапонияда жүрген. Біраз қазір естен де шығып кетті. Мысалы Қырғызстандағы UFC-де жүрген жақсы жеңіске Нұрсұлтан, Өзбекстанда қазір нөмір бірінші спортшы деп айтып болады. UFC-де жүрген қазір атақты. Хантураев сияқты марқұм осы Қаскелеңдегі кішкентай жарыстардан шықты. Бірақ Ресейден келген менеджерлер болды, бір ол кезде Россия 2 деген телеканал жақсы еді ғой. Соның жаңа келіп режиссерлар ма бір келіп бізге сол кезде мынаны көрсетпейміз деп. Енді болады ғой кейде бір үлкен жарыстарды өткізесің үлкен қаражатпен. Бірақ сондай бір қызық жекпе-жектер болмай қалып жатады да. Ал мынандай жерлерде былай қарасаңыз бәрі бар дейді да. Бұны нақ көрсетуге болмайды. Нағыз андай жастар әркім ана аш деп айтады ма, голодный дей ма, жекпе-жекке енді бәрі жанып тұрған жігіттер ғой, әртүрлі спорт түрлерін. Ана жерде шынымен өте бір тамаша жекпе-жектер болатын. Сонымен міне осы күнге дейін міне биыл 26 жыл, 16 жылға кетіп бара жатырмыз. 15-16 жыл уақыты болды келе жатқанымызға. Данияр аға, енді Қуат Найман Хамитов айтады ғой, я крестный отец казахстанского ММА деп. И бір комментарий жазады да, если ты крестный отец казахстанского ММА, то крестный аташка казахстанского ММА Данияр Қасқаров деп. Соны оқыдыңыз ба, естідіңіз ба? Крестный отец дегенді естідім, айтып жүрген. Жоқ, крестный аташка дейді сізді. Аташка дегенді естіген жоқ. Аташка дегенді естіген жоқ. Қуат енді айтқаны рас енді. Алғашқы осындай тит артистқа ұқсап. Шынымен де Қуат міне 37-38-ге келді. Әлі күнге дейін елдің аузында. Қазақтың Конор Макгрегоры ғой. Енді UFC-ға шықпаса да өзінің кім екенін көрсетіп, өзінің жаңағы үлкен ареналарда алып жүрген спортшылардың гонорарларынан кем емес, гонорар алып, өзі жасап жүрген спортшылардың бірі. Құдайға шүкір. Кең дала ТВ. Қанша деймін, Қуат Хамит қазіргі таңда ол медийный персона дейді ғой. Қазіргі таңда медиа өте маңызды болып тұр ғой. Естеріңізге сала кетейін, жас біздің көрермендер көрсе, алдарыңызда мына біздің қазіргі таңда қазақ ММА-дің брендіне айналған Алаш Прайд. Алаш Прайд өздеріңіз білесіздер. Қандай дүбірлі дода болсын, байрақты бәсеке болсын, стадион лық толы. Телеарна, тікелей телеарна болсын, YouTube болсын, 100 мыңнан астам адам қарайды оны. Бірақ, Данияр мырза, сіз айтып жатсыз ғой, басында әрине қиын болды. Сіз клуб құрдыңыз, тұңғыш рет жауынгерлерге айлық бердіңіз, жаттықтыру жасайтын зал бердіңіздер, бапкерлер тарттыңыздар. Және де осы сіз өзіңіз де айтасыз, бәріміз де білеміз, шетелге, яғни халықаралық ареналарға шығардыңыздар. Мысалы үшін Қайрат Ахметов One FC-дің чемпионы болды, Қуат Хамит болсын, басқа да жігіттеріміз өзіңіз жеке апарып оларды қатыстырдыңыз. Свирид бәрі сол Алаш Прайдтың балапандары ғой. Олардың бәрі Алаш Прайдтың балапанды қарлығаштары десек болады, негізі дұрыс болар еді. Ал қазіргі таңда енді әрине жаңа промоушендер ашылып жатыр. Әрине, Құдайға шүкір, жолдары болсын дейміз. Бірақ оларға сәл жеңілдеу деп ойлаймын да. Себебі сіз бастап берген, жол ашып берген, артынан жүру оңайлау деймін да. Яғни ол инвестор тарту, демеушілер, қазіргі таңда демеушілер Құдайға шүкір жетеді. Енді егерде мына экранның ар жағында бір бизнесмен болсын, кәсіпкер болсын,
мен де промоушн ашам десе, ниет білдірсе, оған қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Мысал үшін. Енді промоушн ашамыз деген қызығушылық болса, енді осы жылда біраз кәсіпкерлер ашып, жабылып қалған кездер болды. Енді бұны кәсіпкер болса, біріншіден экономиканы түсінеді ғой, бизнесті біледі, қаражаттың қайда кететінін түсінеді. Бірақ шынымен де түсінбейтіндер өте көп келген кездер болды. Мен сұрақ қоятынмын, сенің мақсатың не? Не үшін келдің? Мақсат не? Спортты дамыту, жастарға қолдау көрсету ма, әлде ақша табу ма деген сияқты тікелей сұрақтар қойылады. Қазір эфирді сатамыз, қазір заман дамып кетті, бүйтеміз, сөйтеміз деген сияқты айтылып жатады. Мен енді олармен көп спорт етпеймін, себебі мүмкін олар шынымен де мықты, талантты бизнесмендер шығар. Дегенмен де алдында бір бизнесмен келген кезде айтқан мен жан-жақта қарап отырмын ғой. Ресейдің алдыңғы қатар лигалар ол кезде Fight Nights, Ахмат лигасы, М1 лигасы деген сияқты. Азиядағы лигаларға қараймын, Европадағы лигаларға қараймын. Кім трансляция сатып ақша тауып жатыр ма? Или басқа бұл жерде мүлде енді бір сол жақтың бизнесмендері, үлкен кәсіпкерлер бір жолын тапқан болса, мен айтар едім, бұның да жолы бар екен деп. Енді көп жаңағы ашып жатқан кәсіп лигалардың артында жаңағы байқасаңыз үлкен бір заводтар тұрады, Газпром тұрады, оның артында жаңағы Ахмат Қажы қоры тұр деген сияқты үлкен кәдімгі қаражат көздері тұр да. Күшті. Ол қаражат көздері біткен күні олар тоқтап қалып жатыр. Оны мен көріп отырмын. Дегенмен үмітсіз шайтан дейді ғой енді. Бұрынға қарағанда қазір бізде букмекерлік компаниялар, энергетикалық напиток дейміз, сол сияқты бір одноразовый дейді ғой, спонсорлар болып жатады арасында, қонақ үй деген сияқты қолдақ бір кішігірім болса да шығындарды жауып отырады. Бір қызығып жатқан бұрынғыдай емес енді, бұл деген спорт болады екен деп, кезінде кәсіпкерлер бұл спортқа қолдау көрсетуге бір шетінен қаймығатындар да болды. Ертең тағы зиян тиіп кете ма деген сияқты. Кейбір көбісі біз енді төбелесті түсінбейміз, біз енді ұлттық спортқа береміз, болмаса ойын спортына деп айтып жаталады. Мен енді Қытай елдеріне қараймын кейде. Бізге іргелес тиіп тұр, халықтың саны өте үлкен, экономикасы өте дамыған. Енді бұл жерде қазір GCK деген лига қатты жұмыс істеп жатыр. Қазір бірінші орында тұр. Ол кісілермен де барып қайттық бірнеше рет. Бізге келді. Біз енді спортшыларымыз сол қарай жіберіп жатырмыз. Менеджерді қойдық, бәрін таныстырдық. Бірақ әркім өз клубының атынан шығады, бір теңге ақша ешкімнен алынбайды. Оны айтып жатқаным, енді бізде Қазақстанда қазір басқа елдерге қарағанда 3 лига жұмыс істеп жатыр. Жыл айына бір 3 жарыс өтіп жатыр. Ол деген былайша айтқанда кәдімгідей үлкен. Жарыс спортшылардың саны өсті. Бірақ енді алдыңғы қатардағы спортшылар ары қарай өсу үшін сыртта шығып түсіну керек. Сыртқы ареналарды көру керек, көздерін ашу керек. Көбісі енді ауылдың жігіттері деп айтуға болады. Соларды шетелдерге шығарып, басқа ареналарда, басқа лигаларда төбелескені жақсы. Оның үстіне жаңағыдай Қытай сияқты халықтың саны көп, ол жердің жаңағы халқына танымал болса, мүмкін ары қарай UFC-ға да кіріп кетуге мүмкіндік пайда болады. Сөйтіп ары қарай жұмыс мүмкіндік беруге енді бұрыннан біз енді осы Алашбай құрылғаннан бастап жігіттер сәл көзге түскеннен кейін біз бірден қарым-қатынас жасауға көштік қой. Жаңағы Бушидо лигасымен барып, Лондон, Японияға барып, жиі шығып жүрген кездер болды. Шанхай, қай жерде ашылады? Қытай елдерінде Шанхайдағы РАФ деген лига болды. Одан кейін Индияда болды. Жақсы лига қойған Қуат Хамитовты жібердік. Сол қандай лигалар ашылды? One FC-ді ашқан кезде ең бірінші біз ұшып барып, келісіп, кездесіп деген сияқты. Енді қолымыздан келгенше тырыстық солай жұмыс істеуге. Араға енді бір жарыс өткізу үшін біраз қаражат керек. Гонорарлар бар, аренда жағы, ол біраз освещениесі өзі бәленбай ақша тұрады. Освещение, оформление деген осындай қиыншылық болғанда
есімде қазір Алматы бизнес отельде де бір жарыс өтті. Осы туралы айтып берсеңіз, қиыншылықтерден қанша өттіңіз? Сол проблеманы қалай, может, меморандум жасау керек па с управлениями спорта, чтобы дворец спорта, спорт сарайын как-то жеңілдік жасап, жеңілдік жасап, қолдау көрсету. Енді біз біраз жыл спорт саласында жүргеннен кейін көп жерде таниды, біз де танимыз, жақын араласатын жігіттер бар, әкімшілікте, спорт управлениелерде. Біздің жарыстарда, былайша айтқанда, мемлекет басшысынан басқасын, Сочида мемлекет басшысы да қатысқан кездер болды, Ресейдің президенті келген кездер. Былайша айтқанда, бізге барлық мемлекеттегі үлкен қызметте тұрған мемлекет қызметкерлері, бизнесмендер, кәсіпкерлер, марқұм Асанәлі Әшім сияқты танымал ағаларымыз бәрі осы біздің жарысқа келетін, бәрі қатысатын. Ұлытау сияқты сол кездегі ең мықты келіп бізге қолдау көрсетіп, бірақ ең лиганы жоғарғы деңгейде дамыту үшін өзінің стандарттары болады. Мысалы, балуаншылық жарамайды, Алматы арена сияқты, патологияның биіктігі деген сияқты. Бірақ ол жерде аренданың қымбаттығы, ондай аренаға жасағаннан кейін халық толтыру керек. Оны толтыру үшін не істеу керек? Жарнама. Бірінші жарнамалау үшін кім жарнамалайсың? Оған ең бір көзге танымал спортшылар шығу керек. Оған қарсыласы мықты болу керек. Соны дұрыс жарнамалау керек деген сияқты. Енді мүмкіндігінше тырысасың, жылына бір жоқ дегенде екеу, үшеу сондай үлкен жарыстар өткізгің келеді. Былтыр Астанада өткіздік, жылдың соңында Алматыда өткіздік үлкен жарыстарды. Бірақ жаңағы біз региондарға кетіп қалдық. Шымкент, Ақтөбе сияқты жерлерде. Бір жерлерде бізде қолдау жақсы береді, өте жақсы. Олар қуана қарсылады, қолдайды. Түркістан. Рахмет айтады. Оралда өтті. Спортты түсінетіндер. Орал, Ал Түркістан. кей жерлерде жаңа өзің айтқандай арендадан бір жеңілдіктер бермек түгілі мүлдем телефонға жауап бермей жататын кездер болады. Амал жоқ, өзіміз звондап Астанадан, жоғарықтан. Сондай спортты мұрны иісі мұрнына бармайтын әр жерде әртүрлі адамдар. Сол кезде жаңағыдай шынымен де ашуың да келеді кейде. Себебі қанша жыл сыртта бізді мойындап жатыр, шетелде мойындап жатыр. Бізде Алашбайт десе, шетелде кәдімгі бір бренд қалыптасқан. Қазақстан ММА-сы деп қабылдайды. Біздің жігіттер қазір әлемнің бар жерінде абыройлы, өз қазір барлығы жұмыстарын атқарып жатыр. Соған қарамастан сондай кедергілер де болып тұрды, қолдамақ түгілі. Жалпы енді мемлекет осы спортқа көзқарасы ең бастысы түзу. Себебі Өзбекстанда бір кездері кейіннен қолдау көрсете бастады. Қырғызстанда қазір мысалы жауып қойды деген сияқты. Енді әр жерде әрқалай, бірақ бізде бәрі тәртіппен, былайша айтқанда, енді қазір уақыт өзгергеннен кейін бәрі көп нәрсе өзгеріп жатыр ғой. Қазіргі мамаларды қарасаңыз, енді мына спонсорлар пайда болғаннан кейін оларға рейтинг қажет. Рейтинг деген ол қызығушылық. Қызығушылық деген ол кәсіби спортты өзінің жанкүйерлері бар. Ал жастарды қызықтыру үшін енді жекпе-жек көбейіп кетті ғой. Кім кіммен төбелесіп жатқан. Оларды танымал UFC-ге кіргендерге жанкүйері болады да, қалғандарына әрбір адам тани бермейді. Сол себептен жаңағы танымал актерлар, болмаса бір танымал жаңағыдай бір жақсы медийный адамдар болады ғой. Мықты кәсіби спортшы болмаса да жүрген жерде жаңағыдай өзіне көңіл аударатын, Еркебұлан Тоқтаев неше түрлі спортшылардың арасында жаңағыдай бізде бұрын Қуат Хамитов сияқты бір дұрыс шоу көрсететін жігіттер таба алмайтын болсақ, қазір екінің бірі шоуға дайын болып кетті. Бірақ оны да жасай білу керек, ол жарасып тұру керек, оның да орны болу керек деген сияқты. Қазір қарасаңыз, екінің бір микрофонды алып сөйлеген кезде шынымен де өте тамаша сөйлеп жатады іштерінде. Енді оның бәрін қадағалап отыру керек. Біз енді Алашбайттың негізгі форматынан ауып кетпеңдер деп айтамын. Біздің мақсатымыз нағыз жекпе-жектер. Бізде нағыз шайқастарды көру керек. Кәдімгі дайындығы бар. Қарсыластар бір-біріне сай келіп тұру керек.
біреусі мықтырақ, енді спортшыларды енді менеджерлері бар, жаттықтырушылары бар. Енді әркімнің өзінің арманы бар ғой енді. ЮФА кіргісі келеді, ол үшін жаңағы 10-15 бой жасса бәрін дастройшыны, бәрін победамен аяқтағысы келеді. Мықты спортшы өзі мықты екенін біле тұра, өзіне жеңіл қарсыластар іздеп жатады, келіскісі келіп жатады, әртүрлі жолдарын іздеп жатады. Біз айтамыз, біз сені құрметтейміз, сыйлаймыз. Біздің де арманымыз сенің. Сен жақсы жетістікке жетсең, оған біз қуанамыз, ол жерде біздің еңбегіміздің ол жерде бар екенін біз түсінеміз деп. Бірақ сен өспей қаласың, ертең үлкен аренаға барған кезде сен дайын болмай қаласың. Сен өзіңнің талантың ашылмай қалады. Бұл бір. Екіншіден біз жанкүйерлерді құрметтеуіміз керек, дұрыс па? Жекпе-жекті көруге адамдар уақытын бөліп келеді. Келгеннен кейін кейде өзің де шаршап тұрып кетіп қаласың. Сондай сәттер бар. Данияр аға, 2026 жыл жоспарларыңызды Ташкентте жарыс өткіземіз деп Хантураевқа арналып, сол келісім бар ма уже өзбек ағайындармен? Жалпы былтырдан бері Өзбекстанның спорт жанкүйерлері, былайша айтқанда, бізді білесіздер ғой, ең бір шашқан кезде біздің жанкүйерлер қандай еді? Далада жүретін орын жоқ, ішке кірсең отыратын орын жоқ. Халық қазір кішкене тойды деп айтуға болады ма, қалай айтуға болады? Енді әр нәрсені көре бермейді. Көретін жекпе-жектер болса келеді, көрмейтін жекпе-жектер болмаса, оның өзінің көрермендері көреді. Ал Өзбекстанда дәл қазір қызығушылық өте осы соңғы 4 жыл, 5 жыл қарасаңыз, қандай жарыс өтсін, халық толып отыр. Қай жерде болмасын. Енді халықтың саны да үлкен ғой. Халықтың саны да үлкен. 40 миллион асады, 40 миллион. Сол себептен біздің көрші ел Өзбекстанда осындай қазір спортшылар да жақсы көбейіп жатыр. Өте жақсы спортшылар көбейіп жатыр. Енді бір Қазақстанда отыра бермей, әрине Өзбекстанға да барып өткізіп тұрған жақсы. Келісімдер бар. Бірақ жігіттер өздері қазір өздерінің деңгейінде келісіп жатыр. Нақты келісім болған жағдайда ол енді бөтен ел ғой, оның өз заңдары бар. Соның бәрін қазір келісіп алып жатсақ, енді Мұрат Хантураевтың атынан бір үлкен жарыс өткізсек, жалпы Өзбекстанда жылына бірнеше жарыс өткізіп тұрсақ, бізге артық болмайды деп өзім ойлаймын. Жақсы болады ғой. Керемет. Ал енді дәке, мына сізді біздің фанаттар ММА-дің, қазақ ММА-дің фанаттар енді қазақ ММА-ның атасы деп тұр. Ендігі қазіргі таңда UFC-де неге әлі осы күнге дейін қазақ чемпионы жоқ? Өзіңіздің көз қарасыңызды, пікіріңізді айтсаңыз. Жалпы атасы деп жаңа айтып жатқан сөздер. Енді халықтың сөзі. Иә, рахмет. Енді сұрақ түсінікті. Енді біздің Алашбайда қанша талантты мықты жігіттер болды. Енді қазір UFC-де жүр ғой арасында жаңа Диас Нұрғожаев жүр, Асу Алмабаев жүр. Бәрі Алашбайдың қарлығаштары. Жаңа Бекзат Әлмахан сияқты спортшыларымыз. Енді мен де қарап отырмын ғой, біздегі тренерлардың, менеджерлардың, шетел мамандарының әзірге шапқатта мүмкіндік көп екені түсінікті. Асу Алмабаев әр жекпе-жек өте қиын болғанына қарамастан алға жылжып келеді. Сол себептен айтады ғой, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді. Қазақстанда кейде салыстырып жатады Өзбекстанмен, Қырғызстан, Ресей елдермен жекпе-жекті қалай деген сияқты. Бізде жалпы мықты спортшылар көп, таланттар көп. Осы жақында сұхбатын көріп жатырмын ғой. Қырғызстан спортшылары жақында Ахмат лигасының чемпионы болды. One FC-дің чемпионы болды. Жақында Ризинді алды ғой деймін. Ол да бізде төбелескен спортшылар. Японияның Ризин. Японияда. Бізде бастап төбелесіп жүрген бала Ризиннің чемпион болды. Кеше Ахмат чемпион болғанда бізде бастап, бізде төбелесіп жүрген мықты жігіттер еді. Ол да UFC-де де олардың чемпиондары бар ғой. Әзірге бізге біздің спортшыларымыз қанша мықты болса да, енді дәл қазіргі уақытта енді Игорь Свирид алған, One FC-де Қайрат Ахметов алған еді. Бірақ дәл қазір шынымен де жаңағы жігіттердің сөзінде жаны бар. Бізде көптеген лигаларда әлі поястар жоқ екен, сыртқы лигаларда. Ал
ал Қырғызстан спортшыларында ондай жетістіктерге жеткен екен дәл қазіргі уақытта. Оларда запрет тұрған өзінде. Сонда енді қарасаңыз, мүмкін ол неге байланысты? Қанша запрет қойылып, оларда условияның бізден де өте төмендігіне қарамастан спортшылардың айтады ғой, чемпиондар қиыншылықтан сондай жерден шығады деп. Мүмкін ол да сөздің жаны бар шығар деп өзім ойлаймын. Енді бізде дегенмен де әлі де бір керемет ашып кеткен, қатты дамып кетті деу әлі ерте. Әрине жаңағыдай клубтар бар, жаңағы Төбет, Топ тим, Еркін күш, Гладиатор, Тараз деген сияқты. Шымкентте ашылды, бізде Алматыда қазір қандай клубтар бар. Осындай бір клубтар былай ашылып, қазір шетелдерге көп шыққаннан кейін, былайша айтқанда жаңағы Қайрат, Қуат, Арман біраз жол ашты ғой жігіттерге. Қазір көптеген менеджерлермен қарым-қатынастары бар. Қазір мына фарма дейміз ғой, жаңағы витаминдерді қалай қабылдау, қалай қолдану, сол жолдарларын бір-біріне үйретіп, енді қазіргі уақытта біраз біздің жекпе-жек Ресейдің жекпе-жегіне жақындап қалды. Өйткені олар бізден әлде бір 10 жыл озып кеткен еді біз бастаған кезде. Қазір біздікілер кішкене ол жағына жетіп қалды. Заки, бірнеше жыл ACA-де, сол Ахмат лигасында екі қазақ болды. Евгений Егембердиев пен Артем Резников. Қазір біраз қазақтар сол лигада жүр. Ол неге байланысты? Ең басында Беркут гран-при ашылған кезде біз бүткіл салмақты алып барғанбыз. Өте қызық, жақсы өтті. Кейіннен ICB болды. Ол кезде де біз жақсы состав: Арман Оспанов, Ермек Тұлауов, Нұрсұлтан Қасымханов, Асылжан Бақшанды, Егембердиев, Женя, Қаршыға Даутбек, Артем Резников. Не деген состав? Өте керемет. Қазақстанның жанкүйерлері аса лигасын қатты көретін. Себебі бұл жерде шынымен де мықты жауынгерлер әр салмақта нағыз жекпе-жектерді көруге сондай қызығушылық өте жоғары болды. Одан кейін бір кезде шынымен де бізде жауынгер көбейгенімен мүмкіндік болса, ол лигаға бармауға тырысты. Енді қарасаңыз, енді мынау Кавказ елдерінде единоборство қатты дамыған ғой, күрес, осы ММА қатты дамыған. Конкуренция бір салмақта өте үлкен. Одан кейін шетелде бұлардың бәріне мүмкіндік аз. Талант қанша мықты болса да, әлі күнге дейін өте мықты спортшылар бар. UFC-де кәдімгі пояс алуға мүмкіндігі зор. Солардың өзіне қарап отырсаңыз, Петр Ян титулды алды. Ана 93-те кім еді? Жауынгер ұтылып қалды жақында. Ол да поясқа жетті. Кім кірді, бәрі поясқа жетіп жатты. Забит Магомедшариев деген сияқты сол кездегі спортшылар. Енді Волковты айтып жатсыз ба? Қалғандарының бәрі неге келді? Аса лигасына келді. Ол жерде кішкене қаражаты жоғары болғаннан кейін, бірақ ол жерде қарсыластардың деңгейі жоғары, өте деңгейі жоғары. Енді ол жерге біздің спортшылардың бармау бірде бір себебі менің ойымша, ол лигаға кіру үшін спортшының міндетті түрде қасында қолдаушылар керек. Өйткені ондай қарсыластарың болған кезде сен кәдімгідей бүткіл дайындық лагерлерден өту керек, бүткіл витаминдерді қабылдау керек. Ол жерде допинг тест жоқ қой. Физикалық данныйлары шектен тыс жоғары. Бәрі гонорар жоғары болғаннан кейін жаңағыдай фармаға өте жақсы отырған. Сол себептен біздің спортшылар талантты болғанымен қолдаулары жоқ. Қазір барса, ол жерде мүмкіндік кішкене аздау, оны түсініп тұр бәрі. Ал UFC-дің жақсы жері. UFC-ға контракт алсаң, бізде қолдау пайда болады. Мықты болмаса да, бірден UFC-ға кіргеннен кейін көзқарас өзгереді. Жақсы бір екі жекпе-жек көзге түссең, тіпті жақсы қолдай бастайды. Енді ол UFC, ол бренд мировой. Сондай разницалар бұл жерде. Енді қазір соңғы кезде енді Қайрат кіріпті, Ахметов. Әрине енді уақыт өзінікін алады. Ондай лигаға кіру. Мен ойымша енді тәжірибе енді жетеді ғой, опыт бәрі бар. Бұрын қарайтынбыз біз Американың боксерларына 40 жасында, 38 жасына шыққанда таң қалатын едік. Бізде патолог 30-32-ден кейін тоқтайтын. Қазір қарасақ 37-38. Енді атақ бар. Ең бірінші атағы ғой. Қайратты олар біліп отыр біздің Қазақстанда оның орны, жанкүйерлерінің мықты екенін. Енді One FC деген азиатский лига ғой. Азияда
ол чемпион болды, азияда ол көп жекпе-жектерде жеңіске жетті, танымал да ол жағынан. Соны ескере отырып, мен ойымша жақсы бір ұсыныс түскеннен кейін Қайрат шығуға тура келді. Тағы бір-екі спортшылар жақында контрактта, Жасұлан Акимжанов еді, Астананың спортшы. Естідім, жақында контракт алған. Жалпы мен басында осы жаққа көп спортшылар кіргізсем деген ой болған. Енді UFC-ға кіре беру ала бермейді. Ең құрмаса осы конкурентный ортаға кіргізсек, нағыз жекпе-жектерге кіргізсек, сол жерде дәлелдейді мықтылары. Бақдос Олжабайларды, Қаршыға Дауылбекке тартқан едім. Алаш бір айтын жарқын жұлдызы Бақдос Олжабай. Сол туралы пікір айтып берсеңіз. Бұл лигаларда пікірлер өзгеріп тұрады ғой. Қазір президенттер ауысты. Басында енді салмақтан өтілмей қалды. Ол да енді дұрыс емес. Сондай кездерде болды, жұмыс істемейміз. Бірдеңке болса болды, жұмыс істемейміз деген сияқты ол кәсіби менеджерлердің қателіктері. Енді мен бұл жерде шынымен де менеджер болып жауапкершіліктің бәрі менде. Спортшы үшін жауап бересің. Спортшыға организацияның жаңа дұрыс қарауы, дұрыс киіндіруі, дұрыс күтіп алуы, дұрыс тамақтандыруы, қаражатын уақытында беруі екі жаққа сен гарантиясың. Бірақ менеджер болып, менеджер негізі қаражат табу керек қой. Мысалы бізде Саят Абдрахмановтар жүрді, оларда жүздеген спортшы контрактыда. Әрбір жекпе-жекте мысалы 100 мың, 200 мың, 300 мың долларға дейін табатын спортшылар болса, әрқайсынан 15-20% ақшасын алып отыр да. Сол үшін олар жауап береді. Бірақ олардың мықты менеджер болуы, олардың спортшыларының жаңағыдай салмақтан дұрыс өтуі, жекпе-жек берген кезде отказ бермеуі деген сияқты сол қасиеттерінің уақытында жауап беруі менеджердің негізгі міндеті. Түнде болсын, күнде 24 сағат сен жауап беруің керексің. Әрқашан связда болуың керексің. Біреу ауырып қалады, замена сұраған кезде уақытында тауып беріп, сол лиганың жұмыс істеуіне көмектесуің керексің. Мықты зрелищный байсада әкеп кіргізуің керексің. Ал Асар лигасында кіргізгенде енді мен шынында да ешқашан енді біріншіден мен ондай ойымда жоқ, ақша алу ешқандай. Бірақ екі жаққа да жауап сен бересің. Спортшылар жаңа салмақтан өтпей қалады, лиганың алдында сен кінәлі болып қаласың. Сосын жаңағыдай лига айтып жатады, болды енді алмаймыз. Мен айтамын, біздің спортшыларға мүмкіндік беру керек. Қазақстан аудиториясы үлкен, біздің жауынгерлер жақсы. Наоборот, бұларға мүмкіндік беріңдер деп. Біздің спортшыларға да түсіндіремін. Уақытың кетіп бара жатыр, жасың кетіп бара жатыр, оңай емес, бірақ келу керек, кіру керек деп. Басында бұлар біздің гонорарларымыз спортшыларға төмен берді басында. Кейін қазір кішкене көтеріп, сөйтіп Қырғызстан спортшылар қазір көбейіп кетті Асар лигасында, өте көп. Солай. Өте көп. Әлмардан, жаңағы қай жігіттер, біраз жігіттер титулға дейін жетіп, біреу титулын алып жатыр. Әр жарыста төбелеседі ғой солар. Әр жарыста төбелесіп жатыр. Ол да мен ойлаймын, бір шетінен. Бұлар да бұл кезде бұл лигаға да кіру бір уақыттар болады өзі. Келісу қиын деген сияқты. Ресейге көп жерде санкция ғой. Көп спортшылар келе алмайды, былай қарасаңыз. Бразилиялықтар келеді. Ал конкуренция жаңағындай Кавказдың спортшылары бір-біріне енді шыға бергісі келмейді жиі-жиі. Бір ұлт болғаннан кейін, бір-бірін жақсыдан, бір клубтан болып қалады. Кіммен енді шығады жекпе-жекке? Ал олардың деңгейінде жақсы бой бере алатын, көп ойланбай тез келісетін спортшылар олар. Қырғызстан спортшылары, одан кейін біздің спортшылар. Қырғызстан спортшылары енді айтып отырмын ғой, жаңа көп спортшылар оларға ұсыныс берген кезде олар бұндай мүмкіндікті пайдалану үшін тез келісіп жатады да. Рухтары бар ғой. Мықты жауынгер болса да келісіп шығып жатады да. Соның арқасында бұлар өсіп кетті деп айтамын. Ол жасыратын түгі де жоқ. Данияр мырза, өзіңіз айта кеттіңіз, фармакология. Өзіңіздер білесіздер, осы жақында біздің батырымыз, кәсіби боксер Жәнібек Әлімханұлы шетелдік бұқаралық ақпараттар құралдарының айтуынша ұсталды, пробасы положительный болды. Бұрын ММА-да онша бақылау деген болмайтын. Ал қазіргі таңда осы фармакология бақылауда тұрау деп ойлаймын, қалай бұл айтсаңыз. Лиганың абыройына байланысты. Америкада кез келген лигада ВАДАмен контракт жасайды, келісімшарт жасайды. ВАДАмен. Келісімшарт жасағаннан кейін ВАДА сенен ештеңе сұрамайды, ол өз жұмысын атқара береді. UFC жауынгерлермен контракт жасай ма?
өздерінің белгілі бір мерзімі болады. Олар спортшыларды әр жүрген жолын көрсетіп отыру керек. Мен ертең ана қалада боламын, бір секунд мына жақта боламын деген сияқты. Бір рет қателік жасаса флажок қояды, екі рет қателік жасаса флажок қояды, үшінші рет сол вадам береді. Бұлар Қырғызстанда жатқан кезде Дамир Исмаилов дайындалды. Тауға есігін тақылдады, ашса тауға келіп тұр. Сол жерде анализін алып, тексеріп, кез келген уақытта келеді, анализін алып кетеді. Спортшы яғни айтып тұру керек өзінің графигін қайда жүрген, қайда жатқан, кез келген кезде. Егер контрактыда көрсетілсе, ол жағынан контракт бойынша. Енді Америкада бұл жағына қатты көңіл бөледі ғой. Себебі бұл имиджі ғой. Спортты таза ұстау. Денсаулыққа зиян ғой, өте зиян. Сол себептен спортшылар әділ, өз күшімен, денсаулығына қанша дегенмен ертең денсаулығына уақыт келгенде зиян тимеу үшін, қауіпті жаңа химияларды қабылдамау үшін соны тексеріп контрактқа кіргізіп қойған. Бізде өнер көрсететін болсаң, сен таза жүруің керексің, ұсталсаң осындай жағдайлар болады деп. Ал біз жақта мысалы көп басқа елдерде ондай Қытай еліндегі жаңа JCK болсын, Ресейдегі Ахмат лигалары болсын, ондай жаңа One FC-де болды. One FC-де өте қатты қарайтын дәрігерлер. Организмдегі суға дейін тексеріп, салмақты көп қуаламау үшін. Бізде бар ғой спортшылар, кейде 20 килограммға дейін қуалап. Печендері отказ беріп жатыр. Аяп кетесіз ба сондайларды аға? Аяп кетесіз ба сондайларды? Әрине, ол жетіскеннен салмақ қуаламайды ғой енді. Ол біріншіден ұзақ жылғы жаттығу, ұзақ жылғы спортта кеткен уақыт, енді чемпион болғысы келеді. Өзі біліп тұр, сол салмақта ода титулға жақындағанын, жақсы гонорар төлеп жатқанын. Одан үлкен салмақ кетсе, ол бәрі ол жерде соққылар ауырлау болады, ол жерде физикалық күші көбірек болады деген сияқты. Содан амал жоқ, кейде режим сақтай алмай қалады, ауырып қалады, сол жерде салмақ қуалау өте ауыр. Оны көзбен көрсең, қорқыта кетесің, шын айтқан кезде. Өліп, тіріліп, ұйықтап, қайтадан оянып, жаның ашып кетеді. Ашып кетеді. Ол өте, жекпе-жектен гөрі осы салмақ қуалағаннан спортшылар денсаулығында құтылуы мүмкін, өмірлеріне де қауіп өте қауіп. Осы салмақ қуалау жағынан көп. Рас. Достар, еске сала кетейік, сіз YouTube канал Кен Дала ТВ арнасындасыз. Біздің қонағымыз Данияр Қасқарауов. Данияр аға, енді ММА туралы біраз қазір әңгіме айттық. Сіз қазір депутат ретінде бүкіл мемлекеттік адамсыз, ел ағасысыз. Сол қазір бір айдан кейін қысқы олимпиада басталады Италия Милан қаласында. Қазір жақын арада сұхбат бердіңіз, 13 миллиард ақша бөлінді деп сол дайындыққа. Енді қандай үміт күтеміз, қандай нәтиже жанкүйерлер күтеді сол қысқы олимпиададан? Енді міне санаулы күндер қалды олимпиадаға. Қысқы олимпиада түрлерін шынымен де біз жақсы біле бермейміз. Жаңа спортшылардың аты жөндерін де, олар туралы ақпараттары жетіспей жатады. Оның ішінде мынау біздің қазақ тілді журналистер өте аз, қазақ спортшылары да аз деп айтуға болады. Енді бұл жерде жарайды, оның кеткен қаражаты 13-3 миллиард деп айтты ғой алдында. Жақында есеп берді. Есеп берген кезде министр енді бәрін біледі ғой. Федерациялармен, бас жаттықтырушылармен, кімде үміт бар, кім қандай дайындықтан келді, осы 4 жылғы циклда үлкен жеңістерге қай спорт түрлерінен жетті деген. Енді лицензия саны өте көп емес, бірақ нақты қазір айта алмады. Бір медаль алсақ жаман болмайды деген, егер шатаспасам сондай жаңа айтты. Енді бұл спорт түрлерінен мен де көп қазір барып, залдарды көріп, ареналарды қаралап, спорт басқармаларымен кездесіп, спорт жанашырлары, мамандары, журналистерден сұраймын көбірек. Не керек, не жетіспейді. Осы спорт жылда көп жыл жүрген мамандар маған айтатыны, спорт түрлері негізі қымбат спорт түрлеріне жатады. Қаражат көп кетеді, көп сұраныс қажет етеді. Оның үстіне бұл қысқы спорт түрлері осы Европа елдерінде өте қатты дамып кеткен. Олар енді қысы ұзақ, таулары биік. Олардың тарихында лыжымен жүрген, өздері былайшында күнделікті
өмір салты осы қысқы спортқа тікелей байланысты, жақсы дамыған, жақсы насихатталған, енді бір-біріне жақын дамыған елдер ғой. Жиі өткізіледі, жиі жаңағыдай эфирлері танымал, таныс деген сияқты. Бізге енді жаңағы спортшылардың көбісінің мүмкіндігі болса, сол шетелдерге жібереді екен, жаттықтыруға. Соған көп қаражаттар кетіп жатады екен. Енді қандай жолдарын сұраған кезімде енді өзім ойымда солай деп ойлаймын. Бізге көбінесе сол мағына енді түсінгенім, бізге жаттықтырушылардың қаражатын көтеріп, мүмкіндік болмаса шетелден сол жақсы мамандар тартып отырып бірге. Өзіміз мамандардың қаражатын көтеріп, осы өз жеріміздегі жаңа бар инфраструктураларды дұрыс пайдаланып, соларды массовый дейді ғой, енді өзімді айтып жүрсем, массовтың ішінен таланттар шығады деп. Енді 1000 адам ішінен шыққанмен, 100 адам ішінен шыққан енді түсінікті ғой. Сол себептен жаңағы енді жақында мына Алауға барып қайтайын деп отырмын. Талғарда орналасқан ең үлкен биатлон орталығы ғой, енді 4 жыл болды жаңа жабылған екен да, неге құрылысын жөндеуге. Жаңа мердігерлер уақытында өткізбеген, ақшаны жеп қойған, сонымен тұрып қалған деген сияқты. Бұл өте керемет. Сол Азия ойындары кезінде ашылды ғой. Қарап отырсақ, бұл спорт түрлерінің ішінде де басым спорт түрлері деп жатады ғой, жаңа шаңғы мен жүгіру, осы спорт түрлерінде медаль көп ойнатылатын спорт түрлері. Осыларға мысалы көңіл бөлу керек шығар. Бізде шорт-трек жақсы дамыған екен. Бізде фигурный катанияның бір тарихы бар да өзінің артында. Енді мына трамплинді салып қойды, Алматының дәл ортасында тұрған. Жаңа Щучинск дейміз ғой, енді ол жерде табиғаты ерекше керемет. Бізде мына кезде хоккей, торпедо командасы Өскемен мықты еді ғой. Сол жақтардан басымдық беріп, сол жақтарға көп көңіл бөлу қажет шығар енді. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз енді. Бармай жатып қазір артық жаман айтпай-ақ қояйық. Әрине. Қазір 10-20 күн қалды енді, не айтсақ та әлі кеш, кім біледі енді, арасынан шынымен де еңбектеніп жатқан жігіттер бар ғой. Ойламаған жерден бір жақсы чемпиондар шықса, еліміздің мәртебесін асқақтатып. Кең дала ТВ. Данияр мырза, депутаттық деп отырмыз ғой. Менде де бір сұрағым бар, спорт жайлы емес. Осы жақын арада күні кеше сіз Сарышағандағы Айбын әскери кешеніне барып келдіңіз. Көрдіңіздер біздің әскери күштеріміз. Қазіргі таңда осы біздің батырларымыз, әскери күштеріміз қандай деңгейде, қандай кемшіліктер мүмкін бар ма? Олар сізге мүмкін жеткізді ма депутат ретінде? Сарыөзек гарнизон. Сарыөзек деген. Мен оған барған себебім енді 97 жылы сол Сарыөзекте танковый полкта разведротада әскерде болған. Сонда болғансыз ба? Одан бері 28 жыл уақыт өтіпті. Осы соңғы жылдарда біздің әскеріміздің имиджі түсіп кетті. Көп артық әңгімелер айтылып, бір дайын емес, бұл шоу ма әлде шын ба, бір әскерден келген балалары дұрыс шагать ете алмайды, үстінде киімі де дәу, қарсы алып қуанып той жасап жатқан сәттер, болмаса жаңағы ата-аналардың көз жасы, балалардың әртүрлі себептермен қайтыс болып кетіп жатты ғой. Көп көтеріліп кетті, өте көп жиілеп кетті. Былайша айтқанда әскердің имиджін түсіріп жіберді. Соған мен жан-жақты ізденіп, осы жастарға, патриоттар әскерден қашып, оларды қуалап ұстау деген ол өте шынымен де ұят, намысқа тиетін нәрсе. Сол себептен мен бір депутаттық сауал жасап жібергенмін. Мүмкін біздің психологиялық жағынан жұмыс істемей жатырмыз ба жастармен. Оның бәрін армияға тіреп қоймай, ол ата-ана отбасынан бастап, мектеп қабырғасында физкультура мамандары көбісі әскерде болмаған. Олардың өзі біздің чемпиондар дұрыс дәріптемейді. Жастар чемпиондарды танымайды. Олар туралы жаңа кітаптар шығарып, олар туралы жаңа мұғалімдер бар ғой, военныйдан береді сабақтан. Маған айтады, сіз барып көріңізші мектептеріңіз, кабинеттерінде дым жоқ. Ішін бәрі жаңағыдай шашылып жатыр. Ол жерде арғы ата-бабаларымыз емес, кейінгі Борис Керімбекұлы Қарамайор, Бауыржан Момышұлыларды, сол кісілердің еңбектерін айтып, сол кісілерді кішкене рух беріп, жігер беріп. Бұрын әскерден келген кезде ауылдағы шашы өсіп, гитарамен өлең айтып, мысалы, ерке болып жүрген балалар зыптай болып, физикалық дайындығы керемет, өзгеріп, адам болып, дисциплинаға үйреніп, азанда тұрып, өз төсегін жинап, жүгіріп деген сияқты зарядка жасап, соған қарап жастар қызығып әскерге барғысы келетін. Мен соны
көп естігеннен бір көрген артық деп осы мүмкіндікті пайдаланып кеше Сарыөзекке барып кіріп бәрін аралап кездесіп сарбаздармен тілдесіп қазіргі әскердің жағдайын өз көзіммен бір көріп қайтайын деп барып қайттым кеше. Енді әрине гарнизон ескірген, тозған, енді сол кеңестер одағы кезінде ертеректе салынған. Мен служить етіп жүргенде ол ескі болған. Енді одан бері 28 жыл өтті, өзіңіз қараңыз. Бірақ енді жылы, таза, енді былай қарасаңыз жағдай асханасында кіріп көрдік. Баяғы жерлерін біраз аралап, біраз жерді көрдік, әскер солдаттарды. Енді біраз бар атқаратын жұмыстар. Ең бірінші темірдей тәртіптен басталу керек, ол басшылыққа байланысты. Сол жерде жергілікті тұрғындар да айтады, бұрын гарнизонға кіру деген ол мүмкін емес еді. Қазір біз білмеймін, кіріп шығып жүре береміз деген сияқты. Соның өзінен үлкен ой түйуге болады. Сол барлық жерде тәртіп, кадрлар керек, тәртіп керек. Сол кезде особый объект қой, ол қалай проходной двор емес қой, қалай кіріп шығып. Енді сондай дұрыс, әскери дайындықтан бұрын дұрыс айтасыз. Тәртіп. Бірінші орында ғой ол. Тәртіп болса бәрі де болады дегендей. Себебі бізде 98 жылдары, 96 жылдары әскерге барған кезде енді жаңа сұрап жатырмын, қалай енді деді, әшейін ұрып соғу ештеңе жоқ па деген сияқты. Енді ол ер азамат, бізде болдық. Сол кездің өзінде тәртіп болды, тамағы жақсы болды. Сол кезде де енді. Одан қиын заман болды. Иә, қазір маған айтады енді камера барлық жерде тұр. Аптасына мамалармен, видеомен сөйлеседі. Доступность бар, мысалы. Сәл қазір бір қиыншылық көрсінші, мамасына звондауға мүмкіндігі тұр, папасына звондауға мүмкіндігі тұр. Айтады қазір мүлде детский садқа айналып кетті дейді. Сол кейде кімге сенерін де білмейсің. Шынымен де ана қоғамда қатты дау туып көтерілгеннен кейін әскерлерді де қысып жіберіп, оларда енді бір адамға сөйлеуге қорқып қалды. Ата-аналар солай болып қалды, балаларға сөйлеуге қорқып қалды. Сол сияқты болып кетпесін деп те ойлайсың. Бірақ жаңағы күнделікті жылаған ата-аналардың көз жасын көрген кезде шынымен де ойлайсың, бұл не болып жатыр, тәртіп жоқ, не себептері не деген. Сондай сұрақтар туады. Біз бұрын 2 жыл қызмет еткенбіз, қазіргі таңда 1 жыл ғой. 1 жыл деген не үлгереді ол? Тас қағым дейді ғой, көзді ашып жұмғанда, былайша айтқанда. Келгеннен кеткенің тез. Иә. Данияр мырза, тағы бір соңғы сұрақтардың бірі қайтадан спорт туралы, ММА туралы. Бәріміз білеміз, ММА спорт түрі ол олимпиадалық спорт түрі емес. Бүкіл әлемде осындай 1-2 журналистер, менеджерлер осындай әңгімені қозғаған ММА-ды олимпиада қосамыз ба деп, өз пікіріңізді білдірсеңіз. Ол туралы біздің әлемдік жаңағы федерациялар бар ғой. Азиатский федерация АМА дейді екен, азиатский ММА деген ғой. Сосын всемирный гамма деген федерация бар екен. Америкалық ИМАФ деген федерация бар екен. Сосын еркін күрес қалай аталушы еді? UW ішінде грэплингтен бар. ММА сол күрескен ішіне кіреді екен ғой. Осының бәрі біріксе олимпиада ойынға кіруге мүмкіндік әбден мүмкін болады. Ол жақсы болушы еді. Әркім әр жаққа тартпай, осыны біріксек деп жігіттер сөйлесіп жатқан мен естідім. Одан кейін енді жаңағы азиатский ММА гаммасы Азия ойындарына кірді. Бір қадам. Әуесқойлар кірді қазір. Бір қадам жылжыды деген сөз. Азия ойындарына кірді. Енді Америка құрылғының өзінің ойындары бар. Европа, жан-жақтан егер сондай үлкен-үлкен ұйымдарға ММА кіретін болса, құрлықтан бастап. Иә, құрлықтан бастап. Сол кезде енді ол әңгіме шыққалда біраз болып қалды. Мүмкіндік бар ма? Енді басында өте зор сияқты көрінген, дәл қазір енді кішкене баяу, тыныш, былайша айтқанда. Енді жалпы бұл жекпе-жек білмеймін, олимпиада қалай болады. Егер олимпиадаға келсе, менің ойымша әбден не деген өсіп кетер еді. Қазірдің өзінде тренерлер, бапкерлерді сұраймын. Асып кетті уже олимпиададан UFC. Асып кетті, менің де ойымша асып кетті. Кәсіби ММА өте қызық та. Әуесқойлар мен қаншалықты қызық екенін енді айта алмаймын. Жалпы ММА қызық, сол себептен енді бұны ойындарға кіргізудің ең бірінші жолы ол барлық елде массовый дамыған жағдайда мүмкіндік пайда болады да. Көптеген елдерде. Сол спорт түрлеріне кіруге мүмкіндік бар. Данияр аға, енді депутат ретінде сіз
қазір міндетті түрде көп уақыт Астанада тұрасыз, бірақ Алматының орны бөлек қой. Жақында Алматының спорт басшылығымен кездестіңіз. Өзіңіз қалай ойлайсыз, сол Алматыда мегаполис қой еліміздің, қалай спорт дамытып жатыр? Алматы орны бөлек, 4 миллион халық тұрады. Халықтың саны өте көп. Алматы облысы 1,5 миллиондай халық тұрады. Енді былай қарасаңыз, көбісі қалаға келіп кетіп жатады күндіз-түні. Енді спорт басқармасымен кездестім. Келген енді көп болған жоқ. Бізде солай ғой, енді жақында келеді, сұрайын десең, жақында келіп жатыр. Енді оған уақыт керек жұмысты көрсету үшін. Бір уақыт ауысып кетеді, қайтадан жақында келіп жатады. Жалпы өзі мамандық экономист, спорт саласына келмеген, бірақ үлкен спорттық жарыстарды өткізуге құлықты, жаңағы қаражаты 26 миллиард деді ғой деймін қаланың. Бәрі жалпы ойдағыдай деді, 1 миллиард осы қаланың ішіндегі спорттар дүйсушыларға, жаңа не дейді, инвентарларға қаражат бөлінеді деді. Орталық стадионды қазір тиіспейміз деді, себебі қазір мына жер қарастырылып, жаңа стадионға. Халық арена жақтан үлкен қып, осы бір 55 мың адам сиятындай заман стандарттарға сай үлкен концерттер өзі болады екен, 45+, 65+ деген. Сондай қаражат бәрі бар, соны бастаймыз деген жоспарын айтты. Одан кейін Шымбұлақты көтердік. Қазір қыс кезінде набол жабық тұр деп. Медеу мұз айдынын. Ол жерде демонтаж басталып кетті. Бұны да қазір толық тек қана спорттық емес, туризмге бәріне жаңа ашық бассейн алаңдары болады. Енді жоспарлар өте жоғары. Сондай ойларын бөлісті. Ол жерде жаңағы дирекция спортивный сооружениеге бір кезде өтіп кеткен, бүткіл спорт базалар. Солардың бәрі қазір Алматы халық арена өзіне қайтып келді. Дирекция бұларға бағынышты. Сондай жағы дұрыс болды деп. Енді қалай енді тағы массовый спорттар, алаңдардағы кейде стадиондардың кілттері жабық тұрады екен, болмаса олар бұрын әркім дворда ойнайтын футбол, ол жағына қалай қарайсың деген кезде. Массовый спорт жалпы жақсы бізде, қызығушылық өте жоғары. Қазір күн жылыса бастаймыз, дворовой спорттарды бастаймыз. Тағы бізге сборларға көп қаражат жұмсайды екенбіз. Бізге жаңағындай клубтардың арасында сондай командаларға бөліп осындай ойын түрлеріне көп қаражат бөлсек, сол тиімдірек деп өзінің ойын бөлісті. Енді сұрадым, бәрі жақсы, бәрі керемет, бірақ проблема бар, барлық жерде бар. Қандай проблемалар бар деп, бірақ нақты ешқандай проблема айтылған жоқ. Енді нәтиже түсінікті ғой, енді басқа облыстармен салыстыруға болмайды. Алматы әрқашан бірінші орында нәтиже жағынан. Өзге сол түсінген. Дәге өтірік емес, құпияда емес, мына біздің еліміздің чемпиондары, жүлдегерлер көбісі ауыл жерден шыққан. Дәл осы сұрақ, Алматы туралы сияқты, бірақ ауылдың спорты қалай, өзіңізді аралап жүрдіңіз, көрдіңіз. Ауылдың спортының жас балдарымыз қандай мүмкіндігі бар, жас балдарымыз, қыздарымыз осындай ірі ареналарға шығуға. Енді мен кейін кезде осы парламентке келгеннен кейін барлық спорт түрлері, еліміздің спортын қалай жүріп жатқанын тереңірек түсінгім кеп, мейлінше көңіл бөліп, мейлінше өздерің сияқты спорттың ішінде бұрыннан ерте қайнап араласып, көп олимпиада, әлем чемпиондарына бардыңдар ғой. Әрқашан пікірлерін қарап, сұхбаттарын тыңдап, барып, көріп, тікелей сөйлесек. Мысалы, Шаңырақ спорт мектебі интернатында болдым, Байзақовада өзім оқыған. Бұлар министрлікке қарайды. Ол жерлерде болған кезде де тамаша, бәрі жақсы жасалған. Дегенмен, жаңағы сол кезде айтылды министрлікке тамақтың сапасының нашарлығы. Енді Астанада спортшылар өте жақсы дейді. Мына жақта нашарлығы дейді. Өзім кіріп көрдім, араладым. Шынымен жатақханалар өте тозып кеткен. Бәрі лас. Спортшыларды тоқтатып сөйлескен кезде тырнағын шұқылады, мәдениет әлі де тәрбие жағынан кішкене көбісі тозған, медициналық кабинеттеріне кіріп көрген кезде. Одан кейін жаңағы спортшылар
осы жөн Риза Бек шықты әлем чемпионы, осы жөн Жәнібек Әлмаханұлы шықты әлем чемпионы. Бұл енді тікелей олимпиадаға резерв дайындайды ғой. Таланттардың бәрін жинап осы жерде мемлекет бүткіл мүмкіндік жасайды. Сол кезде жаңағы жаттықтырушылар бәрімен сөйлесті. Әрине ол жерде жұмыс істейтіндердің бәрі айтпайды, себебі ұялады. Бірақ сөйлескенде мен қарап көп ізденген кезде айтатындары, сол бір 90 жылдары біз қиын, сол заман болды өте, терезе жоқ кезде, қыстай одеял жауып қоятын кезде, бірақ тамақ өте мықты болатын біз оқыған кезде. Нағып қазір бізде тамақ нашар дейді. Себебі спортшыға ең бірінші витамин ала алмаса да тамақ бірінші орында тұру керек дейді. Сол себептен тамақтар нашар барып, магазиннен тамақ сатып алып жеп жатады дейді. Соны айтты ғой маған енді, сіз министрлікке айтыңыздаршы, мүмкін мына жерден біреулер процент алып отыр ма ақшасынан. Басқасынан алса да тамақтан алмасыншы деген сондай өтініш айтқан кездер болды. Енді одан кейін жаңа инвентар дейміз ғой енді. Одан мен айтқаннан бері 2 жыл өтті ма. Әлі қолдан өздері сваркілеген гантель, өздері сваркілеген турниктер. Енді Америкада қарасаңыздар қазір нағыз фитнес-центрлер болды, самый современный да. Даже қарап отырсаңыздар бір аттан айтпай қойын, кәдімгі олимпиада дайындайтын бассейндер, сондай залдарды салып алған бір аз ғана адам дайындалып жатады. Мынау енді біздің ең нелері ғой, болашақ. Жаңағы аренада көрсететін спортшылар дайындалады. Ұят. Ал региондарға келетін болса, енді мен кеше ғана барып келдім. Талғар ауданында болдым, Ұзынағаш ауылында болдым. Стадиондар жабылған. Ең сондай. Қазір Талғар, Ұзынағаш деген қалаға тиіп тұр. Бұл жерде халықтың саны 2 есеге өсіп жатыр. Халықтың саны қатты өсуде. Қарапайым балалар. Енді сол орталық стадиондар қанша жыл болған. Бірде-бір жағдай. Күрделі жүрмеген. Бәрі тозған. Соларды қарап, ары қарай айтуында өзіңіз түсінсеңіз болады. Енді қазір Астанаға барып айтасыз ғой соны, көрген нәрсе. Айтылады, көтереміз, бірақ енді бізде Алматы облысында қазір кейінгі жылдардағы қаражаттың жетіспеушілігі көп айтылып жатыр ғой мемлекетте. 3 жылғы бюджетті бекітті. Ал Алматы облысы қазір мәдениет, спорт кешендеріне 3 жылға мораторий қойды. Себебі одан да маңызды. Ауыз су, свет, болмаса бір бизнес көздерін ашу керек, инвестиция тартып жатыр. Жол салу керек, жаңағыдай инженерлік желістер салу керек деген сияқты маңызды жұмыстарға біз қазір қаражатты бөлеміз. Білім саласына деген сияқты, медицина саласына деген сияқты. Сол себептен бұл спорт әзірге жаңағыдай мораторийде тұр. Енді оны қалай шешеміз? Оны мүмкін бір қорлардан, фондтардан енді аузымыз жеткенше айтып, шамамыз жеткенше көтеріп жеткізесіз. Енді президенттің нақты тапсырмасы бар. Бұқаралық спортты дамыту, ауыл спортына көңіл бөлу деген. Сол себептен кішігірім ауылдардың тұрмақ осы халық. Енді бұл да ауыл ғой былайша айтқанда. Талғар болсын, Ұзынағаш болсын, бәрі ауылдың адамдар. Содан шығады ғой мықты спортшылар. Ауылдан келген сол аудан орталығына келеді. Дәке, істеген істеріңізге Құдай тағала күш-қуат берсін. Келгеніңізге көп рахмет. Өте қызық сұхбат болды. Құрметті Кең дала арнасының көрермендері, естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы бұл қазақ еліміздің ММА-дің промоушының негізгі қалаушылардың бірі. Атасыздар, комментарийде жазыңыздар, атасы деп мен де оған қосылам. Алаш проект промоушының негізгі қалаушысы құрметті президент және Қазақстан Республикасының мәжіліс парламентінің депутаты Данияр Қасқаров мырза. Дәке, көп рахмет келгеніңізге. Сіздерге үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар. Еңбектеріңіз жансын. Аумин, рахмет. Біздің телеканалымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және де комментарийда пікірлеріңізді жазыңыздар. Ол бізге күшті қолдау болады. Аман сау болыңыздар. Ассаламағалейкум. Кездескенше.